Бұл жолы депутаттыққа үміткерлер акт-залға кіріп, мамық креслода отырмады. Үгіт-насихат жұмыстарын клиникалық аурухананың дәлізінде өткізді. Жиналған медицина саласының қызметкерлері алдына келіп тұрған үміткерлердің баяндамасын тыңдап болысымен арыз тілектерін айта жөнелді. Нөмір 2 қалалық клиникалық аурухана қызметкерлерінің басымы шалғай елді мекеннен келетіндіктен жұмысқа қатынау қиын екенін айтуда. Қоғамдық көлік мәселесі шешімін таппағанын айтып, жәрдем сұрады. Өте қиналып жатырмыз. Сайрам ауданына Құрлық ауылында. Вообще автобус 2 жыл болды автобус жүрмейді. Біз Тоғаймен, Саймен жүріп жатырмыз. Өте қиналып жатырмыз. Bir күнде бізге 700 теңге жол керек етеді маған. Бұл жерде бір ауылдың жартысы инфекционныйда осы жақта істеп жатырмыз. Өтініш менді тыңдаңыздар. Мен жаңа талаптан келемін. Бұдан бір жыл бұрын 125 деген автобус жүретін еді. Соны алып тастады. Не үшін алып тастады? Az пересадка қылып осы жерге 1,5 сағатта келдім мен. Мен осы жерде кейін бұл жерге істейтіндер көп та біз жақтан. Сала мамандары дәрігерлермен қатар медициналық кіші персоналдың мәртебесін өсіріп, жалақысын көтеруді қалайтындарын айтты. Медсестра мен санитарканың жұмыстары өте ауыр. Себебі оны барға ешкім қолдамайды. Айналып келген кезде депутат та, министр та, президент та тек қана дәрігер деп айтады. Неге? Дәрігердің жалғыз дәрігер істемейді ғой бұны. Біздің арқамызда осы жұмыстың бәрі істеліп жатыр. Біздің босықсымызды төмендетсін. Неге? Совет өкіметінің кезінде 25 жыл істеген медсестраны пенсияға шығаратын тұғын. Кейінгі жасқа орын болсын деп. Ал бізді неге үшін 63-ге тоқтаймыз? Нұр Отан партиясының үміткерлері медицина қызметкерлерінің мәселесін тыңдап, қойын дәптеріне түртіп алды. Өз кезегінде депутаттыққа үміткер түйткілді проблемаларды шешу партияның бағдарламасында қарастырылғанын айтты. Сіздің жанайқаңызды біз тыңдадық вообще. Біз соны жоғары жаққа жеткіземіз. Иншалла Алла бұйырса, амандығын берсе, сіз де аман болыңыз, біз де аман болайық. Мына аурудан бәріміз сақтасын Құдай. Сөйтіп жүріп бұйырса, иншалла бәрін жақсылық көреміз әлі. Қалалық мәслихаттың депутаттығына үміткерлер арасында жастар да жетерлік. Соның бірі журналист Мөлдір Бекеева. Ол депутат болса, журналистер қауымның мәртебесін көтеруге атсалысатынын айтты. Жас журналистердің қоғамдағы мәртебесін көтеруде ақсап жатқан жайымыз жасырын емес. Сондықтан өзім 4-ші биліктің өкілі ретінде, мәслихат депутаттығына кандидат ретінде алдағы уақытта осы журналистердің мәселелерін көтергім келеді. Себебі әлеуметтік жағынан қандай жағдайдан болса да журналистердің жағдайы дәл қазіргі уақытта мәз емес. Сондықтан олардың баспанаға кезекке тұру мәселесі бар, жалақы мәселесі бар. Осының барлығын алдағы уақытта дәл осы мәслихатқа барған жағдайда мен ортаға салатын боламын. Айта өтейік, медицина саласының қызметкерлерінің уәжін тыңдаған партия мүшелері жиналғандарды 10 қаңтар күні өтетін сайлауда өз таңдауын жасап, белсенділік танытуға шақырды. Нұрлан Пайызов, Нұрлан Бексаидов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.